Менә җәмәгать бездә буран бұрқырап тора дип куркалар. Менә монда шәһәрдә ул уен кебек. Мин яуды авызыма җил керәле. Яңа гына урыс телендә төшердем бер видеоны. Шунда сөйләдем инде бераз шул бураннар хакында. Бу бездә салкын бигрәк Оренбур өлкәсендә, бигрәк тә Казакстан белән шигендә шунда мәсәлән юлга чыккан кеше калып каладыр. Ул авылның тарихында менә буран бұрқырап тора. Авылның тарихында бик күп шундый вакыйгалар буран белән бәйләнештә. Ул яңа елда да бер малай кайткан кызлар белән безнең авылга килеп төшкән район үзәгеннән. Шунасын инде алар калганнар монда. Туганнарында, танышларында яңа ел каршылыйбыз дип. Авыл берничә сәгать калган чакта шунда торганда 30 чакрымны көньякка төннә столбалар бар, телеграфның шулар буена барам, мин өлгерәм, яңа елны шунда каршылыйм дип китеп калган. Юлда кайтып калган иде, югалган, ниткән, өшегән, үлгән бичара. Бик күп шундый вакыйгалар булды. Безнең менә татар халкыбыз төрле илнең инде урысча әйтмешли, неласковый, татарча ничек инде ул менә. Аның калька ясыйсың мәсәлән. Анда килеп чыкмый инде. Иң күңелсез җирләргә күчергәннәр, нәрсә дип әйтәләр, сөрелгәннәр. Әмма шуңа карамастан шунда ияләшеп гел тегеннән барыйм, моннан барыйм яшәгәннәр түзеп шундый авырлыкны. Менә безнең халкыбыз шул электән нәрсә дип әйтәләр, урысча закаливание, шуңа күрә алар менә дарухана дигән күрдегезме? Даруханаларда дигән нәрсә белмәгәннәр ул чакта. Безнең әни мәрхүм әйтәдер, хәзер ди бераз гына тик аз гына ширләп китсә кеше ди докторга чаба ди. Ул вакытта докторлар да бик юлны белмәгән. Безнең авылда әле безнең әни мәрхүм сүлек салдырадыр. Шунарга мәсәлән варикоз расширенный вен дип атыйлар. Шундан киләләр, я тромбофилибит инде бу инде яңа стадиясының баралар. Авылдагы докторлар анда нәрсә? Фельдшерский, акушерский пункт диеләр. Алар марҗалар инде яңа новостройка, яңа төзелештә. Тетя Рай идите дип, хатта Рашида апа идите деме, а тетя Рай дип. Тетя Рай идите дип. Без әни мәрхүм күп кешене вакытында аягына бастырды. Хатта минем менә укытучым, мин 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче сыйныфларда укыган чакта бик юан бер ханым булган иде. Ул безнең теге идарә итүче, управляющий бүлекнең совхозның. Хатта шуның хәләл җефете булган иде. Хатыны шул инде аз хәрәкәтләнә, юан. Хатта мен әле исемдә безнең теге иске мәктәп революция кадәр төзелгән кызыл кирпичтән. Шунда янында бу буфет булган, кичкенә генә шул кирпичтән салган. Шул буфетка кирип килгәндә кадакка кул эләкте дә каный башлады. Шунда юан ишеккә авыр узырга ничектер буладыр янарга. Менә шул безнең әнигә бер нәрсә булса, чабалары
Біздің әлі ақырғы ел яшадымы әни марқұм, шонда мен қайтсам сөйлей ауылдашты бір келген қазақ малайы де, малай дейінді шылтығы 20 яштан 30-дан шықса да 30-дан шыққандыр шул кішкене сабыйын алып келген докторлар бір нәрсе білмейді. Міне шолалар айтелер, докторлар бір нәрсе білмейді. Ол әни аны тігі докторларға барған бір нәрсе айтелмегенлер, нәрсе екенін білмей. Бізде бейт район өзәгінде де қатта тігі аппаратура үйіні жоқ болмаған мұшына көре. Ол алғанда біз әниге келген аптырағаш. Балам де жалмы деп азапланып ереді, іші ауырта де. Бойында әни марқұм алғанда анарда сулар арасында шул бар еді. Мәселен, ол бізде шул тігі казахский породы деген көрдүчный сарық, мәселен, көрдүчный сарық, шуны ірітіп көрдік майын, құйрығы шунды көрдік. Шуны ауырттыра сылый. Әр шақта шул тігі кімнің нәрсе жері ауырта, шул сылыйдыр. Ол соңында мен айтқан әни марқұм, баласы де арттық тешігінен де бір шөпірек келіп шықты де. Ол бала бәлекай сабы ойнап, бір шөпірекні етіп қойған. Шул шөпірек барып, тігі нәрсе ішек қарына барып, шында тығылған екен. Ол шынаға көре азапланып ерген. Айтам, қар басса да халық ері бәрі-бір. Шуға көре кейін айттылар, міне мұнда қамбасын. Бағы бір кішіні өтіп кетсен. Шул бір шақта әлі казачий округ ұйыштырғанларда Уральский казачий деп, шында Соль Илецкая сторона деп, әлі сөйлеген бір видеода жыры бар, елап жырлаған бір казак, бізде казачий деп айтелер аларны. Шул мәселен. Ненде бізді яман жерге кетірділер, шулай деп. Мен ол жерді сағынам. Қазірде мен әсәлер уақытында мен әлі Энгельс шақарында киномеханика оқыған шақта сағынадырым. Қазірде қайсы уақытта шу яқыны ауызы қорқыныш яқ, шынки анда бір ауылдан бір ауылға Ирақ әлі сөйлеген, әлі біздің Қазақстаннан бір қазақ еркішісі әдәмі 2-3 тәулік бойына нетіп шында адашып еріп, ол әлтіге сөйлеген емен. Мал қарға шыққанда әлі совхоз, әлі колхоз шыл малын. Әлі тіге омерзительный 8-када бар бейтанда қатта. Айда де бір нені арқанны сузық де, арқан нәрсе, ежіпні де сузық де мінә де. Түнне де мінә малға де, ашарға беріге керек бізге де. Тағы де бізге де не керек де, өзі бізге де бәдірәфке шығарға керек. Шуна көре айда біраз шуны юл ясап қойық деп бұл кеңеш бере бірсі. Екіншісі риза бола. Чүнки анда Америкада емеш буран шулай. Бізде енді буранның бураны. Міне мұнда біраз хауа дымылы Татарстанда мәселен. Шуна көре ол тез отыра. Әттігінде құрылық бұрған көре ол қар үшада ері. Шуна көре әттігі міне бізде шул тракторлар білен ұршатылар снегозадержание деп. Снегозадержание деп атылар шуна. Шуна қыш күні тракторлар шығып су қалсын. Шүнки шунсы сәйір. Қыш бойына міне шулай даладан келедір әлі қойдан біздің ауыл шетіне қор. Хатта бір елні бір абайым Одесста енді вафат енді ол қызғашқа қаршы студент шағында қайтқан біздің қапқа шунда бек юғары бір қапқа, шуны қарамастан ол
қопқа үстінен еридірек. Шолай қор басқан. Міне шынды біріне қор басып, гіл бик көбейанда. Язға шықса, жил үріп алып кетті, әлі қояуыл қорны. Шыға көре бізді тракторлар білен. Татарстанда болғандыр андай хал. Білмеймін, қызғанышқа қаршы. Болған мы, жоқ мы? Міне бұл орта өзек Азиядан келген, алар бик көп көзге ташлана, қаршаға келе, кетіп барасың, гүл-шулар. Алар мен айтам, сұрайым қайсы уақытта сіз нешік түзәсіз? Түзә бізді, қатта бірсі Түркменстаннан педагоги университетінің толай тұрағыянда, мен анда электрған ем, шында скамьяда отыра, мен келіп сөйлешіп кеткен ем жайкіні. Мен әде сіздің Татарстандағы хауа тұрышы ұшы еді, сізді мұнда яқшы, мен айтам, жайкіні, міне жайгіз ұшы, мен айтам, суық бетқыш күні. Жоқ, түзәрлік де, міне де бізде де бек жайкіні ісі де. Мен де ойламаған ем, шунан келген кіші зарланыр бізде ісі деп. Анда құрылық, құм, қара құм деген шул бет шунда. Анда түннер салқын, шүнки дымлылығы болмағаш, міне кімдір білмейдір әлі. Шул шүллікті мәселен, Сұғуд Ғарапстан, Бутан Ғарап елдерінде. Анда мәселен күндіз кімгәдір шыдап болмай, 40-50 градус ісі. Түнне салқын, қайсы уақытта минусқа түсіп кетті, қайсы уақытта 5 градусқа мәселен. Неге? Чүнки ол дымлылық арқасында жылы тұра. Шул Сахалинда күз дымлы болғанға көре, анда деңгізлер, шулар міне әлі үйде ванныға су тұтырып қойсағыз, ол ванны бет неше, сіз анда отопление болмаса да, ванныда йылы болып тұра, шынық ванның суы йылысы бөлмеге таралып тұра. Шункебек ол мәселен Сахалинда күзлер жылы, анда Хрущев келген уақытында. Сіз мұнда курортта яшайсыз екен деп, анда ол уақытта күз күні жылы болған көре, шуңа көре сөйлер хақ мы, жоқ мы, северный бола, ведь надбавка, шуны алып ташлаған емеш. Хақ болса шуны оқыған ем уақытында. Міне жамағат, шулай бізде қор тұталар, шынки қор үші бері ол құрылық бізде жай күні мінесілен не долалар кейбі шул бір мезгіл тек анда бола яз күні ем яшіл болып тұра мәселен міне батқан мына енді тартыға керіп біреугені яз күні апрель айында, май айында кілем кібік анда шынки әлі тюльпан нешігәл татарша ләләмі шул қала ләлә шул не түркше да ләләли деген бетіндері бар районы бар Стамбулда. Шул мәселен шул тюльпан шешеклері толып тұра далада. Қызылы, сарысы, ағы шул. Асыңдан енді июнь біраз әзірек болады, шына сап сарыға ене бигірек көңілсіз. Татарстанда керісінше мұнда енді жай күні ем яшіл болып тұра. Әлі уақытында біз 90 жылыны шушынан инвалидлар ұйыштырғанлар ие, саяхат машиналарда шуш Татарстана шығып кеттік. Неге бардық? Каспий бойына бардық. Енді башта мен Татарстанға өзі барғанда моторлығын көзге ташланмаған моторлығы елешкеш. Асыңыдан біз анда қатта неде болдық? Қалмықларының автономиясына болдық. Анда 100 шақырымда бір ауыл ұшырасмассың. 100 шақырымда бір ауыл жоқ. Құрылық бүтін жерде. Шынасың тағы қайсы жерлерде болдық біз шулда. Енді Дағыстанда болдық. Таулар да таулар мәселен. Ана білесіз мәселен ол тігі Тажикстан қатта. Аларның 95% таулар мәселен.
жерлерінен. Ол менә аның ашханаларында ілініп тұра картина. Шында қарайым да мен айтам, бұл енді көңілсіз енді. Біздің менә далалар, нешік елғалар, хатта әлі ілік бірнеше елғада нәрсе деп судоходный деп атағанлар. Ол қазір енді Шулман елғасы алай түгіл енді. Шunda da mesela İdil hem ne diyelim yılga bizde Kama alarda paraxotlar yürüyorlar. Çünkü bizde әлі хаман тирен сулар biraz сәнәтігі Ағиділде Татарстанға кіріп тұра. Әлі мен уақытында Оренбур өлкәсінде тұрған шақта ауылда мен енді біздің мен сізге айтайын да мен шына бұрылып Татарстанға қайтқан шақта сұқландым. Енді біздің Татарстан ем-яшіл бүтін елғалар да бар, шул нәрсе деп. Шул өзіміз ауылда мен бір қашан елғаш 2 елғанда бар. Оренбур өлкәсінде Қазақстан шегінде ауыл янында қосылып тұралар. Хатта Хабдасы деген шишмелер бәріп тұра. Шундай суынан балық көрініп тұра. Сен балық тұтасың, хатта ол балық көрініп тұра. Нешік тұтқаны аквариумда тұтқан кебек. Илек ол енді Ақтөбеден де келе Қазақстан ол да. Әмме шул қарамастан не пішірақ анда әләнде тігі нәрсе деп айтылар, удобрениялар жетіштірілер, шуға көре алар гіл ағуландырып тұралар алар. Менә шунда су кіріп, су бойында мен шотланып, біраз сұқланып берген шақта бір орыс менен үлкенірек енді, ол Татарстаннан келген екен, бізде ішлеп берген, әлі тігі нәрсе бізде уборка урожай деп атылар. Ол шунда татарлар келділер, көбісі қалдылар. Анда бірсі мәселен Мензеледен келген орыс біздің ауылда үйленді. Біздің ауылда бір қызға үйленіп, шынасын неше ел тұрғаш, төзелмеші Татарстанға қайтып кетті ол, яңада Мензеле районына. Екіншісі Зай районында Пермяков деген. Ол да хатта шунан келіп, Зай районынан біздің ауылда ішлеп, соңыдан ол да қайтып кетті шул туған яғына. Менә шул мен елға бойында нетіп, сұқланып, көңіл ашып берген шақта шул тігі бір еркіші ұшырады, Татарстаннан келген орыс еркішісі. Шул мен айтқан, менә табиғат бізде мұнда нейді нәрсе. Ол мен айты, мен Татарстанымны өзімні бір нәрсеге астырмайым дейді. Менә менің Татарстан бигрәкті. Енді уақытында аларыны көшіргенлер де, алар енді қазір ненде güzellik шундай жерлер, алар енді біліп тұралар. Енді хатта әлі уақытында мағлум ки әлі бір яшьләрнең каналы бар, алар бір шултыгы милләтне гел көбірек көрсәтә, анда-санда тик татар хакында аз гына тик әйтеп сала. Шунда әле безнең атасы татар бір егет шул тигенә катнашкан программада, Шаян программада катнашкан шакта, шунда тиге әйткән әле Казанда ул чыгыш ясаган шул менә ди, мәсәлән, сез ди шаяртып әйтте инде, монголлар белән килдегез ди. Кайда ул монголлар ди хәзер? Нинди әшәке җирдә яши. Һәм нинди менә шушындый güzel табигать та яшисез сез дип шулай әйткән. Алар килеп, шуны да күргәннәр, Татарстан ничек торганны. Хак инде сүз, чөнки менә җиләк бездә ул менә мин әйтәс килә. Монда
яс жай келсе жиләк деп тұтыналар. Анда хатта біз Мамадыш районы, қайсы районларды юл бойында тулып тұра жиләк. Аны қайсылар жиләк, тулы шиләк алып келелерді, шәһәрләрдә сатып тұралар. Қыйбатқа қатта клубника тігі Виктория қарағанда да қыйбатырақ қайсы уақытта сатқан болалар. Шул гіл тулып тұра. Біздің мәселен жиләк ол шул Оренбур өлкәсендә, Қазақстан шерігінде мен әлі узган елны, шунда неше ел булмаган, 4 ме, 5 ме, 6 елме күбрәктер әле, бер 7-8 дә бәлки. Чөнки анда ни дип, дәүләт шиге дип кагазсыз җибәрмиләр, кагазны зак ясыйлар. Шуңа күрә мен бурылып киттем дә калдым инде. Шунда узган елны мен Хабда буена теге көн чыгыш ягына җаяу бардым 10 чакрым. Шунда эзләп җирдем, кайда әле менә монда бер җир бар, шунда җиләк үсәдереп. Без анда җәй көне тордык, кәҗә багып, будка торды шунда. Шабан булып. Инде мен ул җирне тапкан да инде җәйнең ахырында каян инде җиләк анда, ул җәйнең башында гына була. Инде менә берлегән диләр, ул берлегән без аны шул теге дип әйтеп атыйбыз, теге урысча ежевика. Ул алай түгел икән. Аны кемдер беләдер инде, костяника, нәрсә, әллә ничек исеме бүтәнме? Ул инде тулып тора. Анда нәрсә инде, булак сайын анда тулып торалар, чөнки анда булакта су да бар, кояш та керми, агачлар анда яхшылап кутырып, андалар үсеп торалар инде. Аны менә юллар буенда кешеләр бара, машиналарда. Кайсы вакытта ник туктап шунда эшкә кирип китсәләр, анда нинди генә җиләк шул үсмәгән кутырып, алар нинди тәмле җиләк дип шулай шатланып ашыйлар. Соңыннан берсе әйткән, ник менә без анда 100 ме, 200 метр мәсәлән юлдан әбрәкә ясыйбыз ди. Шуңа күрә менә ул удобрение шулай яхшы үсә җиләк дип мазаклаган. Шуңа күрә инде далага барсагыз, мәсәлән, җиләк җыярга, истә тотыгыз, 200 метр якынрак җиләк җыймагыз юлдан. Беренчедән, икенчедән юл буенда ул теге төрләнә теге выхлопный газ дип атыйлар. Алар агуландырып бетерә урманның иченә. Әле әйтәләр бит, урыста чем дальше в лес, тем больше дров ди. Кемдер әйтә, чем глубже в лес, тем злее волки ди. Шуңа күрә инде курыкмасагыз, урманның иченә кирип, анда җиләк файдалырак, чөнки юл буенда ул әшәке. Вот. Менә Татарстанда, безнең якта менә шул теге җиләк бер генә, бер җир генә шунда кичкенә, шунда үсеп тора. Аны мен кайткан идем җәяу шуны. Анда крашнар безнең вакытында Татарстанга киткән алар. Алар бәлки шул теге Татарстанда җиләк күп булгач, сагынып тапканнардыр вакытында, билеп торганнар. Мен сөйләгәнем, кай җирләрдә булдым. Ул әйтә, җиләк аланына чыктыңмы? Алан да түгел инде шунда карасаң, алан да түгел. Шунда бераз гына бер пятачок инде шундый. Шул ниттек анда без йөрде, кеше йөргән, бездә йөрдек шабан булганда карап шунда. Алар истә тоталар икән шул җирне. Татарстаннан килгәннәр, бала чакта, яшь чагында. Шуңа күрә безнең авылда калган инде тормыш авыр булганына карамастан, алар шунда ияләшеп калганнар инде. Кайсылары кайтып китте Татарстанга, кайсылары менә бер сәнкә дип